Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің каналыма жазылып, мені тыңдап жүргендеріңіз үшін көп рахмет. Мен өткен сабақта фонетика саласы, соның ішінде дауысты дыбыстардың жіктелуі туралы жан-жақты қарастырып, түсіндіріп өткен болатынмын. Сонымен қатар дауысты дыбыстарды жаттаудағы оңай лайфхакпен де бөлістім. Енді бүгін біздің өтетін тақырыбымыз дауысты дыбыстардың емлесі. Яғни, бірінші жағдайда шай, жай түбірінен тараған сөздерде а әрпі ә болып оқылады. Яғни, шай деп жазылса, шәй болып естіледі. Жай деп жазылса, жай болып естіледі. Екінші жағдайда араб парсы сөздерінің соңындағы а әрпі ә болып оқылады, бірақ а болып жазылады. Мысалы, Жәмиля, Расуа, Ләзат. Бұл айтылғанда Жәмиля, Расуа, Ләзат. Байқасаңыздар, а дыбыстары ә дыбысы болып естіліп айтылады екен. Үшінші жағдай. О, Ö, О, Ö, ә. Әріптері буын талғайды. Олар бірінші буында ғана жазылады. Мысалы, ор, көрші, құлын, үлкен, әңгіме. Өздеріңіз байқап тұрсаңыздар, сөздің бірінші буынында ғана жазылып тұр. Яғни сөздің екінші буынында да жазылатын жағдайлар бар екен, яғни ескерту. Мынандай жағдайда соңғы буындарда жазылады. Мысалы, біріккен сөзбен қос сөздің арасында есен әлі, Айгүл. Бұл жерде байқап тұрсаңыздар, есен бір түбір, әлі бір түбір. Екеуі біріккендіктен ол соңында жазылып тұр. Сонымен қатар, о әрпі орыс тілінен енген сөздерде ғана соңында кездеседі екен. Мысалы, кино, домино. Қарап тұрсаңыздар, бұл кірме сөз екенін байқаймыз. Енді о, Ö, ә араб парсы сөздерінде жазылады. Мысалы, мазмұн, дәстүр. Бұл жерде де мазмұн, дәстүр деген қазақтың сөз емес, бұл кірме сөздерге жататынын байқап тұрмыз. Яғни, төртінші жағдай. Кей жағдайларда дауыстыдан басталған қосымша жалғанса, соңғы буындағы түсіп қалады. Мысалы, зат есімге а жұрнағы жалғанса, мысалы, ойын, ойна. Сан есімге ау жұрнағы жалғанса, мысалы, екі, екеу. Етістікке у жұрнағы жалғанса, мысалы, оқы, оқу. Ері, еру. Қорық, қорқу. Сонымен қатар тәуелдік жалғау жалғанса, әріп, әрпі, халық, халқы. Осы жерде тағы да ескертіп кетсек, құлық сөзіне түсіп қалмайды екен әріптер. Мысалы, құлақтың құлығы. Және тағы сол сияқты ауыл, дауыс сөздері екі түрлі жазылатын жағдайлар болады екен. Мысалы, ауыл, аулы, дауысы, даусы. Бұл жайлы толық келесі сабақта тағы да толықтырып өтетін боламын. Бесінші, сөз р-л әрпімен басталса, оқылғанда алдынан деген дыбыс көмескі естіліп тұратын болады. Бірақ жазылмайды. Мысалы, жазылуы рас, лай, лезде. Бұл жерде оқылғанда ырыс, ылай, лезде. Өздеріңіз байқап тұрсаңыздар. Енді алтыншы жағдай. Дыбысынан аяқталған етістік үй жұрнағы жалғанса, и дыбыстары и болып жалғанады. Мысалы, оқи, оқи, ести, ести. Ескерту, сый, тый түбірінен тараған сөздерде сақталады. Мысалы, сыйлық, тыйымды, тыйым, тыйылу. Жетінші жағдай. Я, ю әріптерінен бұрын естілсе де, олардың орнына и дыбысы жазылады. Мысалы, жазылуы қияқ, кию. Оқылуында қияқ, кию. Байқап тұрсыздар. Сегізінші жағдай. Ю, я әріптері ю, я болып оқылады, бірақ ю, я болып жазылады. Мысалы, өздеріңіз жақсы білесіздер. Аю, ою, қоян, жою. Ескерту. Дәстүрлі принцип бойынша кейбір сөздерде ю сақталады. Мысалы, аюан, кейуана, миуа. Тоғызыншы жағдай. Кісі аттары қатар келген екі дауыссыз дыбыстан басталмайды.
олардың алдынан немесе ортасынан ы әріптерінің бірі жазылады. Мысалы, ысқақ, сықақ емес, ысмағұл, смағұл емес, сыпатай, спатай емес. Енді и мен у әріптерінің емлесіне тағы бір кішкене қосымша ретінде айтып кетейін. Қазақтың төл сөздеріндегі и у әріптері дауысты дыбыс емес, себебі и әрпі ый дыбыстарының, ал у әрпі у дыбыстарының тіркесі. Мысалы, жи, қу, жи, қу. У и әріптері дауысты дыбыс болса, олар әрі жуан, әрі жіңішке дауысты дыбыс болады. Бұны сіздер жақсы білесіздер. Нақтысын айтсақ, сөзде у әрпінен басқа дауыстылар жуан болса, у дыбысы жуан оқылады. Мысалы, туралы, бұру. Ал у дыбысы жіңішке оқылса, у әрпінен басқа дауыстылар жіңішке болса, у дыбысы жіңішке оқылады. Мысалы, білу. Дәл осы қағида и дыбысына да қатысты. У әрпі дауыссыз дыбыста болады. Бұл әріп екі дауысты дыбыстың ортасында дауысты дыбыстан кейін немесе дауысты дыбыстан бұрын келіп, үнді дауыссыз дыбыстың қызметіне жұмсалады. Мысалы, ауа, сау, уық. Сіздерге мен дауыссыз дыбыстардың емлесін толық түсіндіре алдым деген ойдамын. Енді келесі сабақта осыған қатысты жаттығуларды үйрететін боламын. Менің каналыма жазылып, сабақтарымды тыңдай жүріңіздер. Кездескенше сау болыңыздар.